Шыны керек. Біз қазір батыр танымайтын болдық. Аттарын білеміз. Бірақ батыр қандай болу керек екендігін көз алдымызда возображение білмейміз де. Өйткені кино арқылы, кітап арқылы, басқа арқылы былай көшеде памятниктер бар, тек астынан барып оқымасаң, ол батырдың кім екенін білмейсің. Мына қазір Голливуд, Қытай біздің көрші, Оңтүстік Корея, соңғы кезде мына 20 жылда кино индустрия дамып кеткен соншалықты батырларын қалай жеткізіп жатыр ұрпақтарына. Оңтүстік Корея, Қытай, Қытайлар мысалы ондай болған жоқ, Оңтүстік Корея. Соңғы 20-30 жылда индустрия дамып киноның. Режиссерлар мықты ма білмеймін, әр батырға кино түсіріп тастаған. А бізде тарихи кино түседі, бүкіл батырды бір киноға қосып тастайды, болды. Әрқайсысына тек 30 секундтан уақыт береді. Ал қандамай керемет батырлар массовкада жүреді біз. Өйткені бәрі бір киноның ішінде. А олар жеке-жеке түсіріп тастаған. Жақында бір Голливудтың киносын қарап отырмын, Храбрый сердце деген бір Шотландияның батыры. Қалай көрсеткен ұрпағына барған батырды. Ана Шотландияның батыры бүкіл әскердің алдында шабыттандырып, рухын оятып қалай сөйлеп жүр жаңа. Шотландия! Это наша земля! Мы не сдаемся! Шотландия! Вперед! Деп бір айғайды салып тұр ғой кәдімгі. Еще бұтында юбка. Шалбармен тұрса қалай айтады дейсің деп, мысал үшін. Шотландияға таңғаласың бір ғой, юбкамен қалай атқа отырады екен деп бір ғой. Бірақ қалай көрсеткен, мықты қалып көрсеткен ғой. Оңтүстік Корея, Қытайлар, аспанда ұшып жүр ғой, драконбыз, айдаһармыз деп. Шаолинбіз деп. Біз батырларымызды көрсете алмайдық киноларда. Жақында бір Голливудтың киноларын қарап отырсам, Қытай, Кореяның киносы, киноның басынан киноға кіріп кетесің ғой кәдімгі бір ғой. Бір 1000 үй ма, бір ауыл тұрады. Бір кезде бір жағымсыз кейіпкерлер, бір қара киім киген бір викингтер ма біреулер келеді, ана 1000 ауыл үйді қырып кетеді. Еркектерін өлтіріп, әйелдеріне деген істеп, балдарын отқа лақтырып, ауылды өртеп кетеді. И обязательно арбаның астында бір 7 жастағы бала тірі қалады. Сол шығады да бүйтіп қарайды ауылға. Я отомщу дейді. Атқа отырады. Прошел 20 лет дейді. Шаш жалбыраған бір еркек отырады. Сразу білесің, о, мынау главный герой дейсің деп. Кино бойы соны аңдып отырасың. А бізде деймін де, бізде қазақ кинолар бар деймін де, бізде бәрін жаман деп айтпаймын бірдей. Бірақ бізде массовкасы ба, ақшасы ба білмеймін. Бір 3 үй тұрады қазақтың, 3 киіз үй. Бір үлкен ауыл қыста болады ғой, жоқ 3 үй тұрады. Сосын бір 20 жоңғар шауып кетеді. Мен кей кезде ойлаймын да, осы жоңғарлар қайда кетіп қалды деймін де. Осы біреулерге мақтанып осыларды жеңдік дейін десең, жоқ бар ғой ешқайсысы. Хотя бір семья қалу керек қой деймін да, мысалы. Хотя бір арбаның астында бір бала тірі қалу керек еді ғой. До конца қырып тастамаған шығармыз бәрін бір ғой. Өзі жоқ халықпен соғыса бергенде күшті, жыл сайын кино түсіресің. Рақат қой, ешкім претензия айтпайды. Сол 20 жоңғар шауып кетеді. Ана 3 үйді қырады, еркектерін өлтіреді, әйелдерін атын алдына салып алады, балдары әкесін құшақтап жылап қалады. Бірінші кадр бітті, екінші кадр бізде. Бізде режиссерлар кішкене жеткізе алмайды. Өй деп отырасың да. Бір киіз үйдің ішінде қазақтың ханы бар, батырлар бәрі отырады. Бәленшенің ауылына жау шауыпты. Сондағы 3 үй. Өшімізді алуымыз керек дейді. Басынан ана жоңғарға деген бір қаның қайнап отыратын моменттер жоқ та бізде. Ана Кореяның киносын қарап отырсаң, батырларын алтынмен аптап, күміспен қаптап, қалай қылып көрсетеді деймін да, мысалы үшін. Көрсетіңше бір фотосы бар. Қараңыздаршы. Алтынмен аптап, күміспен қаптап. На самом деле мындай болған жоқ. Негізі мынандай олардың түрлері бар ғой, кезінде болған. Бірақ киноға қалай көрсетеді деймін де, алтынмен аптап, Кореяның батыры болғым келіп кетеді. Бір киносын қарап отырсам, батырларын қалай көрсеткендігін, аттың үстінде атта күшті енді бір. Кореяның батыры бүйтіп келе жатыр. Ана экран алдында отырған ұрпағына біз жеңілмейтін халықпыз, біз мықтымыз деп жеткізген ғой, көрдіңіз бе? Ана киноны көріп отырып, айдаладағы мен кіріп кеттім киноға. Бәріміз кіріп кетеміз, киноға. Кореяның батыры шауып батыр. Бір кезде бір оқ дейді садақтың. Өз жеті оқ дейді, ана әлі шауып баратыр бар ғой. Оқ атқа дейді. Сонда да аттың үстінде құламайды. Чамалауыо! Дегемайо, мүніға! Ана ел үшін, жер үшін деп атырау деймін, түсінбедім, солай шығар енді. Сауымо! Деп, ат! Деп та, ары қарай шап дейді. Оқтар сық! Қылшын суырып алды. Чамагама! Деп,
бір кезде құлады, ат та құлады, анау да құлады кәріс. Өлген шығар деп ойладым бір. Әлі тірі ғой. Сыйыңала! Сыңғыға! Бір кезде бір әндері кетті. Сыңғы жидады дүңгі дуа, суди дүңғыға, сүйді дүңгі, дүңгі де дүңгі. Дегенде, білмей әнді шабыттандыр жерінен, жа! Деді. Қылышын сүйретті тағдырды. Сен әлнема! Сен келе! Деді. Біреу келді, найза бар емес пе? Соны алды. Сұқ деп тықты. Мұндан сұқ. Мұн жақтан фук деді. Спецэффект мықты ана киноларында бар ғой. Қан деген пышақты алды, мұндан тықты. Сұқ деген мұндан бір шықты. Фук. Фандан шықты. Ана киноға кіріп айдалада кәріске жаның ашып кетті бар ғой. Bir gece anau tuttu. Sonunda da Cegay kanka. Ta. Sıt. 20 minut öldü ona batır var. Bir batır 20 minut öldürdü. Ana ekran aldı tutkan любой бала мен осындай батыр болғым келді деп айтады. Бізде қазақтың батырлары көп, Қабанбай атырларымыз. 400 жекпе-жек жеңілмеген. 60-тан асқанша жекпе-жекке шыққан. Соларды неғып көрсетпейді бізде кинода ұрпағымызға. Мен Қабанбай боламын дейтін батыр бар, бала бар ма қазір? Бөгенбай боламын. Бізде керемет батырларды бір оқпен өлтіріп тастайды ғой, бір оқпен. Біздің режиссерлар бір оқпен өлтіріп, аяп үлгере алмай қаласың. Жаның ашып үлгере алмай қалады. Переживать етіп үлгере алмай қаласың. Bir оқпен сыт. Tırın tın tın, tırın tın tın tın, tırın tın 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 tırın, tırın tın 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 degende аспанда бұлт көшіп жатады. Tırın tın tırın tın tın. Bir оқпен. Жалпыма 5-6 оқпен атсаңдар істейін де құрсын. Bir at duşipkan бар, міне аталарың қалай өлген деп. Bir оқпен сікті. Мен таң қалам бар ғой. Неғып біз сөйтіп біз. Мен айтам да, режиссерларын мен айттым бір екеуіне. Сендер керемет батырларымыз бір оқпен өлтіріп тастап, не болды? Үстеріндегі темір сауыт не үшін арқалап жүр, 60 килограмм. Кішкене бұлай логика ойланбайсыңдар ма бұлай? Оны шеберлер жасады ғой, сымнан неше түрлі құрастырып, үстіне киіп. Хотя 5-6 оқпен атпадыңдар ма десең? Неғып көрсетпейді кинода кән, батырларымызды кән. Анжақтан жоңғарлар толтырып қойып, аяйма құрсын өзі жоқ қалықты. Аналар атқан кезде аталарымыз алғар екен. Оқ дегенде фык, фык деп суырып тастап, фык деп суырып. Фык деп, фык, фык деп, фык деп. Жоңғарларды өздеріне қарап, не? Бір емес екеміз. Біз өлмейтін қалықпыз. Керек сендерге мынау ма деп өздері фык, 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 фык. Мынаны жебе деп тұрсындар ма, мынандаймен бізде түші қойды деп издевать етіп тұру керек қой вообще. Қайтыңдар лучше. А то вообще жоқ қылып жібереміз деп. Шынымен де не деген батыр болған дейді ғой бізде. Бір оқпен өлтіріп тастайды. Бұрын да Совет одағы кезінде режиссерлар қалай мықты болған, ойлаулар бар. Қазір режиссерлар неғып жеткізе алмай жатыр бізге. Бұрын әр батырға жеке-жеке кино түсіретін еді, бұрында Қышыбек пен Төлегенді деп. Төлегенді деп бір оқпен өлтіріп тастайды ғой, бір оқпен өлтіріп тастайды. Бірақ еще қалай өлтіреді ол кезде? Ана оқ білесіздер ме? Төлегенді атқан кезде ана оқ 1 минут ұшады ғой. Деп батқанда біз телевизор алдында уайымдап отыратынбыз. Тек бітпесе екен, тек бітпесе екен, тек бітпесе екен, ана оқ тек бітпесе екен деп. 1 минуттан кейін бар Төлегеннің арқасын жетеді. 4 аққа ұшады деді әйтеу, спецэффект бар. Негізі логикаға салып қарасаң, егер ана оқ 1 минут ұшатын болса, Төлеген өзі бүйтіп жатырып, ана звукты естіп, артына қарап, что-то маған ұшып жатыр ма деп бүйтіп. Маған сияқты ғой деп бүйтіп артқа кетіп қалса, ана вау деп өтіп кетеді негізі. Бірақ находка қандай дейді. Бұрын Совет одағы кезде қалай жеткізді? Баян батыр киноны көрдіңіздер ғой, туған інісі қалмақтың қызымен қашып батырған кезде бүкіл қазақтың намысы, қазақтың жігіттері қызбен қашып батырған не істеп, інісі болса да жүгіріп барып қызды атып, інісін де өлтіріп тастайды. Сонда ашуланып ана жоңғарға қарсы өзі шаппай ма? Өзі шауып барғанда жеңілеміз деп отқан әскері Баянға еріп, ана қалмақ жоңғарын бітшін шығарып, бірақ бірінші Баян барғанда Баян батырды қалай өлтіреді сонда?
20 жоңғар қоршап алып, найзаға түйреп, төбеге көтеріп алғанда режиссердің нақуат кісі. Сонда Баян Батыр найзаның үстінде осылай тұратын ерлікпен. Қазақ елі деген кезде барған киноның ішіне кіріп кете жаздайсың. Қолыңа қылыш тауып алып. Қазір нағыз сөйтіп жеткізе алмай жатыр. Қылыштасқанын көрсеңдер қазір кинолар, біздің батырлардың қылыштасқанын көрсең күлесің бар ғой. Ана кәрістер, Голливудтағылар, ана батырлар, самурайлар секілді бірдеңелерді істеп алып, арттарынан найзаны лақтырғанда фук дегенде тигенде 4 метрге фук деп ұшып кетеді. Бізде батырлар әлі мынау пычың. Еще олазда еще қылышты қолтықтың астына тығып алады айтсаңдар пышың деп. 21 ғасыр ғой кіргізсеңдер деймін да қолтықтан сарып кетеді ғой. Ана батыр бірдеңе айтайын деп отырса кинода ойнап отқан актер. Қолын көтерейін сені қылыш түсіп кететінін біліп отыр уже. Қолын көтере алмай отырады бүйтіп. Сонау 90 жылдардағы Александр, Троя деген киноларды қалай түсіптен қазір 23 жыл ғой деймін де. Арада 30 жыл өтіп кетті уже. Бір спецификтерді қосып, экран алып тұрған балдарымыз қызу керек. Мен осындай батыр боламын, осындай батыр. Тағы жеке-жеке кино түсірмейді батырларға. Жетеді ғой. Батыр көп бізде. Хандар, батырлар, не бір жағы билер, әулелер. Ана Сулейман Сұлтан түріктің киносы. 500 сериал. Бір адамға 500 серия. Біз уже Сулейман былай түсіп, қатын бала шағасын кім көршісі бәрін білеміз уже. Ағайын туысы, құда жекжаты, любойын танисың ғой. Бізде батырдың бір өзін ғана білесің. Байқайсың ма? Сосын біздің батырларда вообще семья жоқ қой. Бала шаға жоқ қой вообще кинода. Үйі жоқ батырдың вообще. Бір батырдың үйін көрдіңдер ме вообще негізі кинода? Бір батыр вообще киімді ауыстырмайды ғой, бір киіммен бастан аяққа жүреді ғой, соғыс өлгенше. Бір үйде адамда бір домашний киім, бір былай соғысатын киім, жұмыс істейтін киім деген болады ғой. Бізде бір киіммен бүкіл бастан аяққа жүреді ғой, шешпейді ғой сауыттарын. Расымен сондай. Бізде махаббат жоқ вообще кинода. Интрига жоқ. Интрига деген, ай, осау сатқын. Ай, осау деп до конца киноға деп отырып, ондай жоқ бізде. Біз сразу білеміз. Анау сатқын, анау өлтіреді, анау жеңеді. Тек до конца көріп тұрсақ не болады екен деп. Ана ақша қайда кетті екен деп, соны қарап отырамыз, болды ғой. Махаббат жоқ қой бізде. Махаббат жоқ, любовь жоқ. Ана Голливуд, Қытай, Кореялардың киносын қарап отырсаң, батырмен қоштасады ғой. Үй іші болып. Ночь болады специально. От жанып тұрады. Батыр кәдің үйіне келіп, ұл қызына өсиет айтып кетеді. Біздің кинода вообще батыр мен қызының арасында вообще диалог жоқ қой. Бір қызын еркелетіп отырған батыр көрген жоқ. Ұлын еркелетіп отырған, ақыл айтып отырған. Вообще жоқ бізде. Біздің батырлардың бәрі тек үйге көріп кетті. Ет сал! Бір кілең аш деп ойлай ма білмеймін әйтеуір. И так понятно ғой ет салынатыны. Бізде вообще әйел адамдар, әжелер дегендерді кинода, бір тарихи киноларда бір жағымды рөл жоқ қой. Ақылды ана баласын мәндайын сипап отқан, еркелеп тұрған қыз, жаңағы шаш ұштарындағы шашпаулары сылдығырлап жүрген. Бізде бір әйел адамдардың образдары қатардан отырысып қайтты. Ойбай, құдай-ай, ой, деп бір аңыратып қояды әйтеуір ғой. Бір 24-те 7 соғыспаған шығар емес енді құрсын бір. Ана Голливудтың киноларын қарасаңыздар, мен сіздерге айтайын да. Яна батырға сүйсініп отырасың ғой. Отбасы бар екен, ұл қызына деген махаббаты күшті екен деп бар ғой бүйтіп отырып. Кино бастаған солай ғой. Сын мой, я горжусь тобой, сын мой. Если я не вернусь, смотри за сестрой, за мамой смотри. Всегда запомни мои слова. Алехандро. Доченька моя. Не плачь, доченька. Папа вернется. Я вернусь. Мы поиграем в нашу любимую игру. Не плачь, доченька, Елизавета. Дорогая, дорогой, дорогая, дорогой, дорогая, дорогой. Дети, идите поиграйте.
Сондай бір моменттер болады да, олсыз болмайды ғой кинолар әйтеуір. Тыптың жоқ қазір сол моментте жүрген. Біздің батырларда үй жоқ, тым жоқ қорақат. Бізде киіз үйдің ішінде отырады. Алтай мен Атыраудың арасы қазақтың жері. Білектің ұшымен, найзаның күшімен жерімізді қоршап қалайық. Аттан қазақ, аттан дейді. Аттар бір қарасам соғыс алаңында жүреді. Хотя бір батыр үйіне барған шығар деп ойлаймын мен бар ғой. Хотя бы үйіне барып, киіз үйге басын тығып, біз соғысқа кетіп бара жатырмық деп айтып кеткен шығар хотя бы. Ең болмағанда біреу соғысқа кетіп жатыр деп айтып кеткен шығар. Үйтпесе әйелдер үйінде отырмаған шығар, кеше жиналып жатыр еді, соғысқа кетіп қалды ау деймін деп. Нағып көрсетпейді, біздің батырлардың да үйлері бар, әйелдері бар, бала шағасы бар. Жоқ бізде, уақыт жоқ өйткені, 2 сағатқа бәрін сыйдыру керек қой. Көрдіңіздер ме? Үйтпесе бізге де жасауға болады ғой, күшті ғой моменттер деймін да. Ұлым менің. Мен сенімен мақтанам. Бұл кең байтақ жер біздің ата-бабамыздың жері. Егер біз оралмай жатсақ, бұл жер сіздерге аманат. Мен саған сенем. Қарындасыңа қара. Ініңе қара. Ініңе қара. Ініңе қара. Қарындасыңа қара. Ана екі егіз ініңе қара. Кішкентай қарындасыңа қара. Бізде бір екеу емес қой, шүкір ғой. Анаңа қара. Мен саған сенем. Мен сендерді жақсы көрем. Ұлдарым, қыздарым. Барлығы сіздер үшін. Барлығы осы ел үшін. Дегенде біздің балдар ымға түсінеді, өздері тұрып кетеді уже. Дегенде әйел орамалын шешті. Күйеу артынан дегенде ана жерден 4 аққу ұшып кетсе түсінеміз уже. Рахмет. Жоқ, баяғы сол кино арқылы бір батырларымызды біліп танып қалсақ қой деген ой ғой. Бұрын бір кинода, қай кинода өзі бір актер ойнайтын еді, баяғыда. Баянның рөлінде бір батыр, Баян батырды. Төлеген бір ағамызды білеміз. Тағы жаңағы, даже менің атым Қожада бір бала. Алпамыс мектепке барады бір бала. Қазір кино қарап отырсаң, бір ханның рөлінде ойнайды. Артынша кино қарасаң, бір комедияда көрген күйеу болып жүреді. Біз батырларымызды тани алмай жатырмыз. Мен айттым ғой жаңа, көшеде де батыр танымайтын келді. Біз қазір балдарымыз сұрайды, бәленше батыр, өзіміз білмейміз. Қасым сіздерге көрсетейін, мысалы көріңіздер, мынау қай батыр? Немесе мынау қай батыр? Мынау қай батыр? Мынау жаңағы батыр. Өшіп ұтып қалып жатырмыз, мынау қай батыр? Біреудің астын жазуын қалдырған, бәрін Қабанбай батыр деп жатсыздар. Ал мынау қай батыр, айтыңдаршы. Осыны бәрі біледі, бүкіл балдардың бәрі біледі қазір. Футболка, мультфильм, киносы керек па, тағы басқасы миына құйып тастаған. Біздің жерімізде қазір ана біздің батырлар емес, мыналар қорғаған олар үшін. Міне мына батыр мысал үшін. Бэтмен, мына батыр мысал үшін. Капитан Америка дейді, мына батыр мысал үшін. Судың астында тіпті Аквамен дейді, судың астында дейін батыр тобы болған ғой қазір. Көрдіңіздер ме? Қазір осы балдар, осы батырлардың бәрін біледі, ал өзіміздің батырларымыздың қандай болатынын біз білмейміз. Өйткені батырдан айыра алмаймыз. Қазақтың киноларының бәрінде батырлар бірдей киінеді. Және бәрі бірдей сөйлейді ғой біздің батырлар. Білесің бе кинода? Дауыстарынан да айыра алмаймыз ғой. Барлығы сөйлеген кезде Алтай мен Атыраудың арасы біздің жеріміз. Бұл жерде ешкімге бермеуіміз керек. Сен не дейсің, Қабанбай? Сөзіңе қосылам, сөзіңе қосылам. Барлығымыз жиналып, бұл жерді жоңғарлардан босатуымыз керек. Райымбек, сен не дейсің? Мен де келсем. Олай болса батаңды бер.
Ал білекті түр ағайын, бәрі-бірдей сөйлейді ғой. Мен ойлаймын да, не может быть деймін, бір батырлар бұндай болған шығар, ішінде бір батырлар деймін де. Бір батыстың батырлар ма біздің? Неме қалмақ па, жоңғар ма, маған бәрі бар ғой. Қараңғы түскенше бар қыртсақ та, бар көзін құртақ та, жоңғардың бітшін шығарайық деп отыратын біреулер болған шығар ішінде мысалы. Бір-біріне ұқсамайтын қылып нағып істемейміз, енді бәрі-бірдей қылып тастағанбыз, сосын білмейміз. Көшеде ескертіп көрсем бәрі аттың үстінде отырады. Бәрінің қолында қылыш, бәрінің қолында дуылғасы, бәрінің бір. Как будто батырлардың бәрін бір заводта бір қалыпқа салып шығарып жатқан сияқты. Нағып ерекшелендірмейміз деймін да. Бір батырды мысалы үшін былай қоймаймыз деймін. Ешкімге ұқсамайды. Қолында қыраны бар бір батыр. Болды, басқа ешкім қыранын ұстатпайық. Кітаптан көрсек те, қайдан көрсек, телевизордан көрсек, қолында қыран бар ма? Осы батыр. Мысалы бір батыр мысалы қолында найзасы бар. 5 метр найзасы бар. Бәленше батыр. 5 метр ұзын найзасы бар. Біз түріне тиіспейік, атына тиіспейік. Қолындағы атрибуттар кішкене. 5 метр осындай батыр болған. Кезінде ана жоңғарларды шапқан кезде 5-еуін қатардан түйреп алған деп. Айналдырып шашлик жасап жүргенде қосып жүргенде бар. Қосайық та оны американецтер жоқты батыр қылып жатқан, барды батыр қылмай. Немесе бір батырдың арқасында 2 қанат қойып қояйық. Біздің батырларымыз ұшқан ғой, арқалары болған ғой. Осындай батыр болған, арқасында қанаты болған өзін деп. Қоса берейік, бір батырлардың арқасында бір қасқырлардың 2 жақ қасқыр шығып тұрған. Біреулер вообще басқаша, біреулер иттермен, таза иттермен жүрген кинода біліп отыратындай. Біз де қай жерден көрсек те баламызға кім, мына найзасы бар батыр, немесе қыраны бар батыр, бірдеңе батыр, ана батыр ғой деп айтатындай балдарымызды болашақта ұмытпай ма деп ойлаймын да. Сол, ағайын, тренинг қалай? Негізі бәріміздің қанымызда батырымыз ғой, шүкір Алла. Біз бәріміз мықтымыз, біз өзіміз. Бұл жерде батыр болып кетті. Қазір осы залда бір 3 жігіт бар ма, бір батырым. Келіңіздер, қысылмай. Мен қанымда баққан батырдың қаны бар. Мен батырмын дейді. Ще залда батыр бар ма? Біреу, екеу, және мына ортадан бар ма біреуміз? Қысылмаңыздар. 3-еу, бәрекелді, келіңіздер жігіттер. 3 жігіт келе жатыр мен ортаға. Аға, сіз келе беріңіз, рахмет сізге. Аға, сіз келіңіз. Сіз бара тұрың. Соғыс болып жатса шақырамын. Қол керек болып жатса. 5-6, рахмет шыққандарыңызға. Ал жігіттерге, батырларға қошемет қайда? Астана! Ассалаумағалейкумдер. Ал міне жаңа айттық қой, Қабанбай аталарымыз 6 жастарында соғысқа қатысып жүргенде біздің аталарымыз, ағамыз міне соның бір дәлелі болып отыр. Ассалаумағалейкумдер. Есіміңіз кім? Марлен. Марлен батыр деген болды ма? Бізде негізі Марлен батыр деген. Нұрғали. Нұрғали батыр болды. Өмірбек. Өмірбек батыр точно болды. Ал батырлар мына жерге келіңіздер. Батырлардың киімін алып келіңіздер. 16 ғасыр қазақ жоңғар шапқыншылығы. Қазір жігіттер ортаға шығып, бір өзіміз давай бір оятайық. Біз батырдың ұрпағымыз ғой негізі. Қысылма, доғылғаныңды киіп ал басыңа. Таудың үстіне шығып тұрыңыз. Кішкене артыңыздан кетіп батырға ұқсамайды екенсіз, бері қараңызшы. Бұла қарай тұрыңыз. Қошеметтеріңіз. Кім білет, бұндай да батыр болған шығар. Сіз найзаңызды жерге қойып бейді. Осақ, салаға қарап тұрыңыз. Батырсыз ғой. Сізден дұрыстап айтпасаңыз, сізді жоңғарма деп қалмасын, өзі келіп тұрма деп. Микрофонға келесіз. Алдыңызда бүкіл әскер сіздің, қазақ әскері. Артыңызда да әскер. Микрофонға жүгіріп келіп, асықпаңыз, мен түсіндіріп алайын. Жүгіріп келесіз. О халқым! Жоңғар шапты елімізге. Басымызға күн туды. Бір білек түңгірмен найзаның ұшымен жерімізді қорғайық, аттан қазақ! Жоңғардың көзін құртамыз деп ұра бер, ол халық жоқ бәрібір, давай. Кеттік. Жүгір. Күлме. Бата беріп жібересіз бе? Кішкене бұлай жүгіріп келсеңіз, кішкене мына жерден тұрыңызшы. Ома қазір жүгіріп келіп, уа халқым деп сөз жаңалық артта келе жатыр, қуып жетіп қалды әні. Кеттік. О халқым! Ойде. Айта беріңіз. Арттан жоңғар келатыр. Келатыр. Жоңғар кеп қал. Бәріміз елді жерді қорғауға аттанайық. Ал ағайын жоңғар кеп қалды. Секам құда келіп қалды дегендей болдыңыздар ғой. Құда келіп қалды. Жеңгелері қайда ана шашу шашатын. Бата беретін шал қайда?
Сіз кәдімгі дұрыстап айтсаңыз, сіз анандай болып тұрсыз да. Ағайын, жоңғар келіп қалды. Ан жақта келе жатыр. Если что, мен бармайын дейтін батыр сияқтысыз ғой сіз кәдімгі. Ештеңе етпейді енді. Жақсы. Қошемет. Келесі сіз. Бойыңыз бар екен, батыр тұлғалы екенсіз. Қазақтың батырлары мықты болған ғой негізі енді. Көзіңізде енді көзілдірік бар екен. Қалай ойлайсыз? 16 ғасырда қазақтар очки тақты ма екен? Ештеңе етпейді. Бола берсін. Бола берсін. Бірде бір спектакльде Қыз жібек Төлеген болып отырған ғой. Сөйтіп Бекежанның рөлінде ойнайтын ағамыз, актер, главный рөл, народный артист, очкиін тағып ана закулисім сценарийін оқып отқан ғой. Сол кезде аға сіз шығасыз енді деген кезде очкиін шешуге ұмытып кеткен ғой. Сахнаға Бекежан болып шығып кеткен ғой жаңа. Төлегеннің рөлінде ойнап тұрған ағамыз күліп жіберіпті. Очки тағып тұрғанын естіп. Ана кісі тағып тұрғанын білмейді екен, есінде жоқ. Сөйтсе сасқаннан жаңағы халықтан аң-таң отырған. Сөйтіп отырып, "О, Бекежан, очкиің құтты болсын." Десе ана кісі де саспайды дейді. "Ішің күйсін, жібек алып берді" деп айтады дейді жаңа. Спектакльдің үстінде жаңағы. Дайынсыз ба? Аға сіз мына жаққа шығыңыз. Біздің жаққа, ан жақ жоңғарлардың жағы. Ал сахнаға қарап тұрыңыз, түріңіз әдемі. Ана казахский национальный кухня деген алдында тұратын жігіттер бар ғой. Жүгіріп келіп бір омақасып халықтың кәдімгі рухын оятып, "Ау!" деп кеттік. Артта жау келе жатыр. Ай қазақ, аттандар! Елімізді қорғайық! Неге келатыр дейсіңдер? Келе жатыр де. Келатыр. Артта жау келе жатыр. Елімізді қорғауымыз керекпіз. Инновация бойынша деп сөйлеп кетейін деп тұрған сияқты сөзің бар ғой. Инновация бойынша бүгінгі технологияға байланысты. Надо выиграть дейін деп тұрған сияқты. Бірақ өте жақсы айттың, күшті жүгіріп келдің бар ғой. Сен кәдімгі жүгіріп келіп бір қашып келген адам сияқты айттың. Ан жақта келе жатыр. Жақсы, тамаша. Ал аға, көрсетіп жіберіңіз шал. Қандай болу керек екен? Дуылғаңызды киіп алыңыз. Сауытыңызды алып алыңыз. Мықты негізі бар ғой, өзінің бойында көрінді. Ешкім ештеңе үйреткен жоқ осы балдарға. Жігіттерге ешкім ештеңе үйреткен жоқ. Барлық көрінді, бойымызда бар, қанымыз бар да. Батыр деген. Осыныңға басқа ұлтқа киіп қалсақ, бүйтіп ойнай алмайды. Біз қазақ ана бойында қаны бар ғой, ағамыздан асықпай киініп алыңыз. Жоңғар күте тұрады ғой. Сәкен киініп болды ма деп күтіп отырған шығар. Ал пісімілі деп ауыстырып алыңыз я сізді. Лепша екен деп қалып жүрер. Лепша батыр келе жатыр деп. Кішкене түсіріп қояйын, мәндайыңыз соғал жүрерсіз. Дайынсыз баға? О, міне, кеттік. О халқым, жау шапты. Елімізді, жерімізді қорғайық. Мен аязда келіп қалдыма деп тұрмын бар ғой. Оу балалар, жаңа жыл құтты болсын. Келіп жеткен айдағар жылы деп. Сіз жақсы келдіңіз, бірақ ана жау кетірған айтыңыз, аязда кетіп қалдым бар ғой. Менің ақша қарымды көрдіңдер ма дейін деп тұрған сияқтысыз. Ана жерден жүгіріп келе салыңыз да. "Ей халқым" деп барып салыңыз. Сіз қорқытып атсыз халықты. Өзі жоңғардан қорқып атқан халықты одан сайын "Ей халқым" деп. Кеттік. Оу халқым, жау шапты. Елімізді, жерімізді қорғайық. Қорғайық. Аттан. Бір айтып жіберіңіз. Аттан жау шапты. Барасыңдар ма? Теңдесті біраздан кейін. Рахмет, қошемет, жігіттер келіңіздер. Батырлар жыры дастаны бар, соны қазір біз бір жігітке табыс етейік. Сіздердің қошеметтеріңізбен әрине. Бірінші болып бастаған бізде, о, кімнің болып бәлді деген бір прикол бар ғой. Так, бірінші есіміңіз? Нұрғали батыр. Рахмет, екінші бізде болған Марлен батыр. Немесе үшінші болған бізде Өмірбек батыр. Жақсы, жігіттердің барлығы бірде, ең бастысы бізде жеңімпаз емес, ең бастысы бізде барлығымыз батырлардың ұрпағымыз ғой. Аллаға шүкір. Аман болыңыздар. Сахнаға шыққанның өзі бір батырлықты білдіреді. Рахмет жігіттер, мынау сіздерге. Рахмет жігіттер, рахмет, қошеметтеріңіз достар.
Ал ардақты ағайын, құрметті достар, жігіттер үйге де батыр болыңыздар. Бірақ барып резкі батыр болып кетіп жүрмеңдер. Ақырын батыр болыңыздар, е? Ата үйге барып батыр болам деп жаңа жылда далада жүрмеңіздер. Маған звондап тұрмаңыздар, 31 болды, біз далада жүріп не істейміз деп. Кеше көшеден 3 батыр табылды деп. Ақырын батыр болайық. Қазір әйелдерге де айқайлауға болмайды ғой, заң шығып жатыр ғой қазір да. Мен батырмын деп, шынымен де біз батыр болуымыз керек. Қай жерде де өзімізді батыр дейік. Расымен қазақ бір-бірін батыр дейтін күнге жетекші. Батырым деп. Көшеден көргенде бауырым, родной деп жастар бір-біріне. О, родной қалайсың? О, деп братуха, брат дегеннен гөрі батыр деп сөйлейді де бір. Батырым. Қалың қалай? Ой, батыр. Ой, мынау қай үйдің батыры? Деп балаларға бізді сөйтеді. Ой, батыр келе жатыр. Ой, батыр төрге шық. Ой, батыр деп атын білмейтін болса, батыр дей береді барлығы. Қазір бұрында да әйелдер солай болған апаларымыз. Ой, біздің үйдің батыры ғой деп. Ол кез ағаларымыз реалдың батыры болып жүрді ғой. Батыр еді ғой кәдімгі. Көз алдына білмей жоңғарлар елестеп тұрамайды, вечно недоволен жүреді ғой. Бәрін қыртсау керек секілді батыр болып жүретін жағын. Қазір жан дейді ғой, қазір жастар. Жан дегенде, жан дегенге никогда батыр бола алмайсың ғой. Жан дегенде, деп қаласың өзің бар ғой. Әйелдер қазір жан деп бүйтпеді еркектердің бәрі. Жан, маған көмектесіп, мынаны жуып тасташы дегенге қарасаң жуып отырады ғой. Сонда да қазір батыр деу керек деп. Батыр, ей, батырымыз келе жатыр, балалар, үй жинаңдар, батыр келе біздің деп. Даже мас болып келсе де бар ғой, батыр келді де шала өзі бар ғой, не істерін білмей қалды. Өйткені үйге батыр болып келіп тұр, біз осыған дейін мойындамаймыз ғой батырсың деп. Сосын ол постоянно төсін қағып тұрады. О, батыр келді деші, деп қалады. Батыр ұйықтайды десең, иә деп кетіп қалады, байғыз алдан қалады ғой қайтсын деп. Батыр десең қай жағдайда да бар ғой, өзі көрініп қалады. Өйткені біздің қанымызда батырлық бар. Батыр ел аман болсын. Жасасын Қазақстан. Рахмет баршаңызға мың алғыс. Я, құрметті достар, міне келіп жеткен жаңа жыл құтты болсын. 2024. Бүгін міне 31 желтоқсан. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын ағайын. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл жаңа бақыт алып келсін. Қазақ елі аман болсын. Рахмет! Рахмет, ардақты ағайын, баршаңызға айтарым, я алдағы жылдары үйлеріңізге скорый келмесін, пожарный келмесін, полициядан хабарласпасын, банктен хат келмесін, задолженность деген. Үйлеріңізге құда келсін, қуаныш келсін, құт келсін, бақыт келсін, береке келсін, жақсылық келсін, осылай арасында Тұрсынбек келсін. Жаңа жыл құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет, Астана! Баршаңызға мың алғыс, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Аман болайық.